Теміртауда аула үйі менің аулам акциясы өтуде. Мереке тұрғындарды балалардың аула клубтарымен таныстырады. Онда балалар бос уақытын тегін өткізіп, шараларға қатысып, өз өнерлерін көрсете алады. Бүгінде қалада 6 жастан 14 жасқа дейінгі балаларды қабылдайтын 10 аула клубы жұмыс істейді. Мұнда әдеттегі үйірмелер жоқ, бірақ педагогикалық білімі бар әрбір тәрбиеші балалар үшін шығармашылық, спорттық және танымдық сабақтар ұйымдастырады. Балалар сурет салады, билейді, қолөнермен айналысады, дойбы мен шахмат ойнайды, жарыстарға, концерттерге, экскурсиялар мен фестивальдерге қатысады. Барлық шаралар тегін өтеді, ал жазылу үшін кез келген уақытта ата-аналармен бірге келуге болады. Бүгін біз 10-шы аула мерекесін өткізіп жатырмыз. Бізде 10 аула клубы бар. Балалар мен ата-аналар қалада осындай клубтардың бар екенін, мұнда келіп ойнауға, билеуге, өз өнерін көрсетуге болатынын білуі үшін осы мерекені ұйымдастырудамыз. Ал ең белсенділері жүлделер мен сыйлықтар алып, бос уақыттарын көңілді өткізе алады. Аула клубтары қызметкерлердің демалыс кезеңін қоспағанда жыл бойы жұмыс істейді. Алдын ала жазылудың қажеті жоқ. Ата-аналармен бірге келіп, бала туралы қажетті мәліметтерді берсе жеткілікті. Содан кейін ол клубқа келіп, қалауы бойынша кез келген шараға қатыса алады. Мұнда қатаң кесте немесе міндетті сабақтар жоқ. Балалар немен айналысқысы келетінін өздері таңдайды. Жаз мезгілінде бағдарлама ерекше мазмұнды. Спорттық мерекелер, концерттер, көрмелер, экскурсиялар, отбасылық шаралар мен таза ауадағы ойындар ұйымдастырылады. Балалар босқа көшеде жүрмей, орындықтарда немесе телефонда отырмай, пайдалы іспен айналысу үшін жазғы күндерді көңілді әрі қызықты өткізіп, күш-қуат жинау үшін осының бәрін жасап жатырмыз. Меніңше, барлық ата-ананың баласын лагерге немесе басқа жаққа жіберуге мүмкіндігі бола бермейді. Ал біздің балаларымыз біздің болашағымыз, сондықтан олардың уақытын тиімді ұйымдастыруымыз керек. Ұйымдастырушылар мұндай мерекелерден кейін көптеген ата-аналар аула клубтары туралы алғаш рет біліп, балаларын бірден жаздыратынын атап өтеді. Тамыз айында мұндай акцияны ескі қалада да өткізу жоспарлануда. Бұл одан да көп балаларға жазғы демалысты қызықты, белсенді әрі тегін өткізуге мүмкіндік береді.